үкіметтік емес ұйымдарға барлық қажетті жағдай жасап отыр. Мысал үшін, бұрын тек сол мемлекеттік, әлеуметтік тапсырыс болса, былтырдан бастап тағы 2 үкіметтік емес ұйымдардың қаржыландырудың түрі пайда болды. Ол гранттық қаржыландыру және сыйақылар беру. Гранттық қаржыландыру былтырға қарағанда биыл сол көлемі 3 есеге өсті. Былтыр 208 миллион теңге болса, биыл үкімет сол үкіметтік емес ұйымдарды қолдау үшін 600 миллионнан астам теңге бөлді. Ал сол гранттардың тақырыптар саны 4 есеге көбейді. Былтыр, мысалы үшін, былтыр 11 тақырып болса, биыл 50 тақырыпқа жуық. Оның үстіне биылдан бастап біз сыйақылар бере бастаймыз. Бірақ мұнда да біз ең алдымен сол айқындығын, ашықтығын қамтамасыз етеміз деп, былтырдан бастап арнайы гранттық қаржыландырумен айналысатын бірыңғай бір оператор ретінде азаматтық бастамаларды қолдау орталығын құрдық. Бұл орталық үкімет пен азаматтық қоғам арасындағы бұл бір делдал болып, сол гранттық қаржыландырудың айқындығын, ашықтығын қамтамасыз етеді. Грантты кімге беру, қай тақырыпқа беру, бұның бәрі министрлік емес, үкімет емес, ол тәуелсіз комиссия шешеді.